Саламатсыздар ма? Ата-ана сағаты подкастын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз балаға кішкентайынан екі тілді қатар үйрету туралы болады. Бұл хабарды жүргізушілер Сандуғаш Баймаханқызы және мен Бақытгүл Салыхова. Арма ардақты әлеумет, бүгінгі біздің тақырыбымызға әңгіме қозғайтын студиямыздың құрметті қонақтарымен таныстырайық. Филология ғылымдарының кандидаты, халықаралық Хелли Берри мектебінің ұстазы Айжан Бозбаева ханым. Қош келдіңіз, Айжан ханым. Және де болашақ бағдарламасының түлегі, ақшта білім алып келген замандасымыз, продюсер Айсәуле Әбілдаева. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Ал енді осы бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын, жалпы бүгінде жаһандану дәуірі дейміз, бүкіл әлемде болып жатқан үрдіс дейміз, бір адамның бір тіл білуі жеткіліксіз деген бір түсінік бар, иә. Біз өзіміз мысалға оны біле бермеуіміз мүмкін, көп ата-ана біле бермеуі мүмкін, яғни көп тіл білу дегенде тек қана бір ағылшын болмаса француз, неміс тілін білу деп жатамыз. Ал шын мәнісінде біздің Қазақстандағы кез келген азамат та осы екі тілді деп айтуға болады ғой, қазақ және орыс тілдері. Бүгінде енді сол ағылшын тілін оқу, оны үйрену, өте еркін сөйлеу қажеттілікке айналып бара жатқан сияқты. Ал енді белгілі, ересек адамнан гөрі балалар жаңа тілді тез үйренеді, иә? Сіздер осы тақырыпта не айтар едіңіздер? Баланың қай жастан бастап шет тілін үйренуі маңызды, яғни қай жастан бастаған жөн? Бұл қаншалықты қажет дүние? Ол жалпы баланы мынандай жастан бастап үйрету деген тенденция жоқ. Негізі ең жақсы тәсілі немесе жақсы оның шешімі, сіз қай кезден бастағыңыз келеді, дәл сол кезден бастап кетіңіз. Егерде ол бала туыла салған бірінші күн, бірінші сағатынан бастап ақ, сіздің егерде алға қойған мақсатыңыз балаңыздың 2 не 3 тілді біліп өскенін қаласаңыз, сол сәттен бастағаныңыз жөн. Бірақ оны деген баланы 2-3 тілді қылу үшін сіздің өзіңіздің қатып қалған ұстанымдарыңыз болу керек. Егер ол ұстаным болмаса, ол жұмыс істемейді. Ол отбасындағы ұстаным сіздің отағасыңызбен бірге келісілген түрде жүргізілуі керек. Сіз не дейсіз? Мен келсем, жаңағыда қатып қалған жасы жоқ дегенге, себебі ол жерде әр отбасының жағдайына байланысты бәрібірде. Мысалға, анасы, әкесі 2 түрлі ұлттан болса, ол бала бәрібір біз қаласақ та қалмасақ туғаннан 2 тілде өседі. Бірақ 2 тілде кейінірек үйренген отбасыларда мынандай ұғым бар. Жаңағы көбірек маңызды, кішкене азырақ маңызды деген бәрібір болады. Мысалға, біз айтып жатырмыз, туғаннан 2 тілдіміз, бәрібір де естіп жат Қазақстан, иә, бәрібір біз 2 тіл бар миымызда. Бірақ бізде қайсы маңыздырақ деген де бар. Сондықтан да біз екінші тілде ана тілдегідей басып озып, немесе еркін, бәрібір олай көсіле алмаймыз. Себебі бізде қазақ тілінің маңыздырақ орын алды. Және де тілді үйренуді оны мен кез келген дүниені жаппай неге айналдыруды қаламаймын да, жаппай бір тәртіпке, тенденцияға, маңыздылыққа беруді қаламаймын. Мысалға, егер малшы болатын болса, ол бір ненің Алматының бір таулы өлкесіне тұрып, төбеде жақсы малды жайғаратын болса, дәл қазір оған ол тенденцияға баламды оқытуым керек деп депрессия неге түсіп, себебі бізде сондай қоғамда бар да, жалпы тенденция деген ұғым. Оған енудің қажеті жоқ. Бірақ сіз өзіңіздің ортаңызды білесіз, балаңыздың бартқан бағытын білесіз, иә, көп мамандыққа қазір қажет ағылшын тілі. Сондықтан да және де ол тілді үйрету жаңағыдай бір арнайы немес, мысалға, теледидардың өзі тілді үйретпейді деген ұғым бар екен да, Америкада. Ол үйретуге жатпайды деген. Себебі ол үйрету үшін сол ортада. Жай ортаға тастау бір белгілі бір сабақ өту емес. Иә, тілдік орта. Тілдік ортаға түскенде кез келген бала, жаңа апайымыз дұрыс айтады, кез келген бала өзінен ақ үйренеді біріншіден. Және де жаңа қойған қағидаларға байланысты еді. От маған бұл кісінің мысалы қандай қағидалар екені қызық болып отыр да қазір. Мына жерде бір нәрсені айта кетейік. Өздеріңіз де білесіздер, тілді кішкентайынан үйретуге қарсы шығатын адамдар бар. Оны ғылыми зерттеулер жүргізіп, әртүрлі пікірлер айтылып жатады. Соның біреуі бала кішкентайынан басқа тілді үйренсе, бала дыбыстарды, сөздерді, әріптерді шатастырады. Миында ең алдымен ана тілін оқып алу керек деген, мысалы, қарсы пікірдің бірі сол баланың миында әртүрлі сондай процестер жүретініне негізделген. Екіншісі, баланың миына өте көп күш түседі дейді. Мысалы, егер бала кішкентайынан жаңағыдай екінші тілді үйрене бастаса. Бірақ ғылыми зерттеулер баланың миына ондай күш түседі дегенді жоққа шығарып отыр. Өйткені бала кішкентайынан жаңа нәрселерді көп үйрене берсе, ол қайта нейрон байланыстарының мида қалыптасуына көмектесіп, баланы ары қарай жақсы дамуына көп көмектеседі. Осыған
Тағы бір айтатын уәждері балада мотивация жоқ дейді. Біз үйреніп қалғанбыз ғой, егер үлкен адамдар тіл үйрену я басқа бір кәсіпті үйрену үшін адамда мотивация болу керек, бір нәрсеге итермелейтін нәрсе. Бірақ балада мотивация жоқ, бала тек қана ата-анасы қалағандықтан екінші немесе шет тілді үйреніп жатыр. Бұл таза ата-ананың қалауы деген де бір ойлар бар. Айжан ханым, сіздің сөзіңізден шығады, осы Бақытгүл ханымның ойы екеуі бір-бірін үйлестіріп толықтырып тұр да. Мысалы, ата-ананың позициясы, ата-ананың мотивациясы болу керек деп отырсыз. Шын мәнісінде ол балаға қаншалықты қажет, қаншалықты қажет екен ол ата-ананың ғана түсінігіндегі дүниеде, және ол тілді оқуды бала қаншалықты қалайды. Бәлкім мысалға көп ата-аналар қазір жаһандану заман, ойбай ағылшын тілін біл деп балаларға таңып жатады, курстардан курсқа үйретіп. Ал мүмкін бала ағылшын емес түрік тілін үйренгісі келетін шығар, егер өзіне таңдау берсе. Осы тұрғыдан келгенде қалай жұмыс істеу керек? Бұл кеше осы жөнінде мен өте көп материалдар қарап шықтым. Сонда мынау баланың егер де ол екі ұлт өкілінен тұратын отбасында дүниеге келсе, ол бала жаңағы кейбір ата-аналар сол екі ұлттан құралған отбасы, олар өздері шешім қабылдайды. Біздің баламыздың тілі кеш шығуы мүмкін, сондықтан доминант бір тілді аламыз. Не әкесінің, не шешесінің. Немесе оған басымызды қатырмаймыз, бала ол алып кетеді, мен өз тілімде, сен өз тіліңде. Осылай бастаймыз. Сонда ол отбасындағы ереже, ғалымдардың зерттеуі бойынша, ол балаға ешқандай әсер етпейді екен. Ешқандай. Сонда ол екі тілде алып кете ме бала, жоқ үш тілді қатар алып кете ме, ол жаңағы дыбысты алмастыруы, оның тілінің кеш шығуына ешқандай әсері жоқ екен. Егер де ол логопедтерге баратын бір ғана жаңағы несінде ситуациясы болады, егер де баланың шын мәнінде тіл мүкістігі екі тілде қатар байқалса. Ал тілінің кеш шығуына ол отбасының түрлі ұлт өкілдігінен құралғандығының еш әсері жоқ екен. Ешқандай. Сөзіңіз рас, психолингвистер оны дәлелдеп отыр. Ал мынау балаға неге ол балаға қажеттілік? Негізі балада қажеттілік бар. Екі тіл, үш тілді білгісі келеді. Неге? Өйткені кеше ғана бір бейнебаянды көрсем, сонда бір ағылшын бала айтады. Мен өзім шешім қабылдадым дейді. Ағылшын тілі ол ең маңызды тіл емес. Біз көп жерге, шетелге саяхатқа шығамыз, сонда сол елдердің тілін үйренгім келеді. Және дәл қазіргі таңда менің үйренгім келетін тіл ол араб тілі дейді. Неге дейді? Менің көршілерім арабтар дейді. Олардың не сөйлесіп жатқан маған қызық дейді. Және мен олардың балаларымен ойнағым келеді дейді. Міне сізге қажеттілік. Ситуациялық үйрену. Міне ол қажеттіліктен шыққысы келіп тұр. Оның баламен бір-бірге қарым-қатынас жасағысы келіп тұр. Ал ол жерде ата-ананың ағылшынды үйрен, орысты үйрен, басқаны үйрен деген, ол тіпті оған ең нөмір бірінші қажеттілік болып тұрған жоқ. Бұл жерде бір нәрсені қоса кетейінші, 3-4 жасқа дейін баланың анасымен көп уақыт өткізу өте маңызды. Анасымен бірге, ал не істейді? Ол екінші, үшінші, 10-шы қатарда тұрған мәселеде, ол анасымен бірге мәшинені сырғытып ойнауы мүмкін, қуыршақ ойнауы мүмкін, тамақ пісіруі мүмкін, немесе тіл үйренуі мүмкін. Сондықтан анасымен, әкесімен бірге істейтін не болса да балаға қызық болады және танымды болады. Яғни сіздің айтып отырғаныңыз балаға тіл үйрету үшін ата-ана қосымша тілді білу керек дегенге сай отыр ғой, дұрыс па? Бұл жерде жаңағы зерттеулерде тағы осыны айтып кеткен, егер ата-анасы үйрететін тілді білмесе, онда ол жерде нәтиже болмайды дегендей. Бірақ бұл жерде мынандай мәселе бар. Ата-ана мысалы ағылшын тілін білмей, бірақ баласының ағылшын тілін немесе француз я түрік тілін білгенін қаласа, ол кісі жасанды бір орта қалыптастыру керек. Өйткені тіл болу үшін, тілде сөйлеу үшін орта болу керек. Сондықтан ата-анаға көп іздену, көп жұмыс істеу керек бұл бағытта. Жаңа айтып өткендей, көптеген ғалымдар, көптеген осы тілді үйренуші азаматтар балаға бала кезден шет тілін меңгерту үшін жаңа ата-ананың өзі білу керек деген сенім бар ғой. Ал дегенмен Наоми Штайнер деген батыстың атақты филологы, педиатр ғалымы осы шет тілдерді балаларға үйрету бойынша жетекші мамандардың бірі. Соның айтуынша, егер отбасында ата-ана тек өзінің туған тілін білсе де, баласының бірнеше тілде қатар үйреніп сөйлеуіне кедергі емес дейді. Мысалға, Айсәуле ханым, сіздер отбасында таза қазақ тілді отбасылар, білеміз. Ал енді балаларға шет тілін үйрету
былай тәжірибесі қалай басталды, қалай жүзеге асты? Енді біз сол ортаға бардық та, біз арнайы алдын ала дайындап басталған жоқпыз. Жаңа бір балам 2 жасында, бір балам 3 жасында біз Америкаға оқуға бардық. Және де ол жерде балабақшаға беруге тура келді, себебі біз екеуміз де оқимыз. Және де ол жерде ұзақтау тұрып қалдық. Біз 4 жылдан аса, 4 жыл 8 ай, 5 жылдай тұрдық. Енді 5 жылда бала, ол жарты жылда бала уже үйреніп, өзінің тілі құсап сөйлеп кетті. Еркін, себебі қиналған жоқ. Балаға грамматикалық, негізі біздің тіл үйрену қиындықтары, менің ойымша, бізде жаңағы грамматикалық бір тәртіп тәсілімен келеді. Ережелерге байланысты. Ол тәртіп тәсілі адамға да балаға да онша жұмыс істемейтін сияқты. Түсінгенім бұл ортаға барып, кішкене адамның ыңғайлануына уақыт беріп, содан кейін ол өзінен өзі үйрене бастайды екен. Тіптен ана біздің көршіміз испан тілді болып еді, одан кішкене испан сөздерін ол қалай білмейді, өздері қалай үйреніп жүргенде ойнап, біз де білмейміз. Бірақ жаңағыдай адам жаңағы бәрібір more important, less important деген бар да, себебі біз 2 тілді отбасыдан емеспіз ғой бәрі. Ол жерде ондайдың барлығы сіз бәрібір үйден түстен кейін де егер ағылшынша жаңа кружоктарға, үйірмелерге беріп тастасақ, біз соңына қарай түсіндік, уже қазақ тілін кішкене ойланып сөйлейді. Ойланып, ұзақтан кейін сөз таңдап сөйлей бастады, ұзақ жылдан кейін. Содан кейін біз бастадық, менің ата-анам келді, оларды арнайы шақырттық. Содан кейін біз түстен кейінгі уақытта ештеңе қоймауға тырыстық. Себебі біз қаладық, 2 тілді болғанда жаман емес, бірақ өз тілімізді ұмытпасақ екен, себебі Қазақстанға келген қайтадан адаптациясы бар ғой, оны да ойладық. Сөйтіп түстен кейін уақытта үйірмеге қоймағаннан кейін балалар ағылшын тілін күндіз мектептен жақсы үйреніп келеді, түстен кейін мен ата-анаммен түбі қазақша сөйлеседі. Сөйтіп 2 тілді сақтап қалдық та. Негізі соңына қарай кішкене қиындықтар болды. Мысалы жаңа балаларыңыз өте кішкентай болған ғой, жастарына қарасақ. Енді сол мысалы балабақшаға барған кезде өзінің қасындағы достары, басқа балалар сөйлеген кезде оны түсінбеушіліктен бір психикалық қиындықтар болған жоқ па? Күйзеліс сияқты, мен түсінбей жатырмын, ол не дейді деген сияқты. Жоқ, ондай болған жоқ, себебі ол Американың бүкіл жүйесі қателік істеу ештеңе емес, ол нормально, нормал, ол нормал, сен адамсың деп үйреткен да солай. Ал бізге келгенде сонда 2 жасар баланың өзі солай әрекет етті. Ешқандай қиындық болған жоқ. Тіптен олар басында қазақша сөздерді жазып алды, олар мысалы дәретханаға барғысы келсе сөздер айтып, тіптен оларға ыңғайланып кішкене қазақша мұғалімдер үйренеді. Ал керісінше осы жаққа келгеннен кейін олар уже жастар үлкен болды ғой, біреуі 2-ші оқиды, біреуі 3-ші класс оқиды. Мына жаққа келгенде қатты қиындық басталды олар. Себебі не? Себебі олар баспа әріппен жазған, ояқ жазуға қатты мән бермейді ғой. Баспа әріппен жазады, мында келіп әдемі жазу, көркем жазу дейді. Ана бала көркем жаза алмайды. Одан күнде ескерту естіп келеді. Одан ол кішкене стрессқа түсіп, жазу не үшін керек деп, кәдімгі сабаққа барғысы келмей, сондай мәселелер болды да. Ана орыс тілін білмеймін деген, білмесең де күліп, ондай бар да біздің қоғамда. Оның қоғамында сондай жоқ, солай қалыптасқан ба, білмеймін, кез келген адамды солай. Мынау неде кішкентай балалардың психологиясында ұялу деген жоқ қой. Қорқу деген жоқ оларда. Олар кез келген мысалға қазақ кәдімгі баласын алыңыз да, 4-5 ұлт араласқан жерге кіргізіп жіберіңіз. Олар бірін шеттетпей ойнап шығады. Ал үлкен ересек адамды кіргізіп жіберші, менің орысшам дұрыс болмай қалды, окончанием ойбай қателесіп кетті, ағылшынмен сөйлесе хима, шима, ойбай не болды, не істеймін? Міне бізде жаңағы байбалам басталады, паника кәдімгідей. Не істеймін? Міне сол. Ал мына баланың ең кереметі, ол ештеңеден қорықпайды. Суға лақтырып жіберсең де ол жаңағы жүзе алмаймын деп ойламайды, ол жүзіп шығады. Үйренеді, барлығы содан үйренген сияқты, тілді де дәл сондай. Ал мынау Айсәуле ханымның айтып отырғаны, біздің мына жүйедегі ол тілді үйрету енді ол үлкен мәселе ғой, бірақ соның ең шеті мынау грамматика дегенді ысырып қойып, ситуацияға бейімдеу керек та. Сонда ситуация сөйлеу арқылы сіз грамматикаға келуіңіз керек. Қайда барасың? Алдымен сөз жаттау ма? Сен қайда барасың? Дүкенге барамын. Ана оның түбірі дүкен, сен оған ге барыс деп тіпті жалға емес. Ол керек емес жалғау. Дүкенге барам, үйге барам. Міне содан бастап, ода кәдімгі вагондарды қатарластырып қойған сияқты балада сөздік қор пайда бола бастайды. Ағылшын тілін үйренудегі мына ата-аналарға да өзің сөйлемейсің ба, жарайды. Бірақ балаға үйреніп жүрме, баламен бірге өзіңде кішкене қызығушылық пайда болу керек та. Ойын сияқты болу керек. Сенде кішкене сен де баламен бірге үйренуге мүдделі болу керексің. Сол кезде бала егер әке шешесінің әке шешесінің жаңағы көңілінен шығу үшін емес, әке шешеме де қызық екен ғой, мен де олармен ойнайын деген сияқты. Ойын форматы ол жаңағы ұтылыссыз сіз жеңіске шығатын нәрсе.
Ал сен оны баланы сен оқу керексің, сен болашаққа түсу керексің, сен бастық болу керексің, банкир болу керексің деген установка қағиданы қойдыңыз ба, бала әрі қарай жылжымайды. Бірденен біздің өзіміздің психологиямызда сондай кедергі пайда болады да әрі қарай жүрмейді. Ал мынау 2-3 тілді отбасындағы жағдайда, мысалға, анасы егерде қазақ болса, ал әкесі егерде шет тілінің азаматы болатын болса, шетелдік азамат, екеуі үшінші тілді араластырмай өз тілдерінде сөйлеу керек. Ол тура менің өзімнің жеке басымнан өткен нәрсе. Сол өз тәжірибеңізді айтып берсеңіз. Менің өз тәжірибемде, мысалға, менің 2 қызым бар. Бірақ олардың әкелері британдық. Мен өзім қазақпын, иә. Сонда үлкен қызымыз туылған кезде менің енді қыздың нағашылары барлық қазақтар ғой, келіп ана қызға қарап жатыр, сөйлеп жатыр, бесікке салып жатырмыз, барлық дәстүр өтіп жатыр, күйеуімнің көзі бақырайып, ол ештеңке түсінбейді мысалға. Содан ол маған айтады: сен қызбенен сәл-сәл ағылшынша сөйле. Мен айтамын, неге сөйлеймін? Ол айтады, өйткені ертең ана қыз сөйлемей қалады ағылшынша. Мен айтамын, жоқ, осы бастан келісіп алайық. Міне, отбасылық ереже қағида деген осы жерден шығады. Екі жақ бірдей келісу керек. Мен айттым, тек қана қазақша сөйлеймін, сен тек қана ағылшынша сөйлей бер. Орысшаны қоспаймыз. Орыс тілін ол егер Қазақстанда тұрса, ол алып кетеді өзі. Міне, қазір 2 қыз болды ма? 2 қыз да әкелерімен жарысып ағылшынша сөйлесе береді, менімен отырып алып қазақша сөйлесе береді. Осылай міне 4 адам отырып тамақшы отырмыз ба, біз үшеуміз қазақ тілінде сөйлесе береміз. Егер күйеуім ештеңкені түсінбей, біз күліп, қатты бірдеңкеге жасап кетсек, қана ол не болып жатыр дейді. Ал қалған уақыттарда оның да қазақ сөздері оның құлағына сіңген, ол түсінеді. Сондықтан мынандай, бұл енді біздікі табиғи жағдай деуге болады, иә. Ал егерде сіз жасанды орта қалыптастырғыңыз келсе, онда шынымен де гаджет, телевизор, кітап ол үйретпейді. Ол билингвизм немесе одан да көп тілділікке балаңызды бейімдегіңіз келсе, ол қате ұғым. Ол сізді оған алып бармайды. Нәтиже оған бұл жерде мынаны еске түсіріп кетейікші. Естеріңізде ғой, Масару Ибуканың 3 жастан кейін кеш қалдыңыз деген кітабы бар. Сол жерде мынадай бір мысал келтіреді. Бір жапон отбасы жас кезінде балалы болады. Ол кезде кішкене қиындық көргендіктен бір бөлмелі үйде, пәтерде тұрады. Бірінші баласы ылғи қастарында болады. Кішкентаймен онымен сөйлеседі, айтылып жатқан нәрсенің бәрі құлағына естіліп жүреді. Сондықтан бала көпшіл, сөзшең, ортада жақсы тілі шығып сөйлеп кетеді. Біраз жылдан кейін екінші қызы туған кезде олардың жағдайы да жақсарады да, әр балаға бөлек-бөлек бөлме беретіндей кезге келеді. Сол кезде олар қызына бөлек бөлме жасап, жағдай жасадық деп ойлайды. Бірақ 3-4 жылдан кейін қараса, қызы тұйық, көп сөйлемейді екен. Осыдан келіп олар психологқа барып, неге 2 баламыз 2 түрлі, біреуі ашық, сөзшең, жақсы сөйлейді, ал екінші баламыз неге тұйық дегенде, ар жағын қазбалап жаңағы отбасының тарихын сұраған кезде айтады, бала 3 жасқа дейін қандай ортада болды, ата-анасы онымен көп сөйлесті ме, басқа дыбыстарды көп естіді ме, өте маңызды екен. Сондықтан ол қазақ тілі ма, жоқ шет тілі ма, қай тілді үйренсе де, бала белгілі бір кезеңге дейін сөйлеп кеткенше ол дыбыстарды көп естуі керек. Жақсы, жаңа мысалға екеуіңіз де бір-біріңізді қостап отырсыздар ғой. Яғни шет тілін үйренуде телебағдарламалар, гаджеттер көмектеспейді дейсіздер. Ал ендеше неге бүгінде кез келген курсқа барса тіл үйренуге, мысалға ағылшын сериалдарын қарап баста дейді. Болмаса басқа қосымшалар бар тіл үйрететін, немесе балаларға Дара және саяхатшы сияқты мультфильмдерді қара дейді. Сонда бұл кереғарлық емес пе? Бұның жаңағы телебағдарламалардың қатты көмегінің жоқтығы, ол жерде кейбір сөздер қате айтылуы мүмкін. Сол кезде бала, егер де оны әу бастан қате үйренді ма, ол дәл солай кетеді. Ең балалардың жақсы көретіні Свинка Пеппа мультфильм. Біздің екінші қызымыз 4 жаста болған кезде ағылшынды ол сөйлейді. Бірақ бір отырған кезде кімнің қарны ашты, кім тамақ ішеді, келіңдер деп мен бастасам, ана қыз me hungry, me eat деп айтады. Содан әкесі айтады, мынаның ағылшында не болған? Бұл бірдеңке дұрыс емес дейді. Содан біз екеуміз түсінбейміз. Мектеп ағылшында бәрін алып жүр, бәрі жақсы. Әкесімен сөйлеседі, барлығы жақсы. Бірақ кейбір сөздерге келгенде ол нақты дәл сондай қате айтады да. Содан бұл неден
бір күні демалысқа барғанбыз, Таиландта жатырмыз. Мультфильм көріп жатыр балалар. Свинка Пеппа болып жатыр, ағылшынша. Мен естіп қалам. Сонда кішкентай анау кім еді? Кішкентай Джорджус ба? Ең кішкентай не торай. Сол айтады: "Me hungry, me go, me are" бірдеңке деп жатыр. Не олай қате үйретеді олар? Жоқ, баланың тілі ол мультфильм ғой. Көрдіңіз ба? Мультфильмнің өзінде ол дұрыс емес айтып тұр, бірақ ол мультфильм үшін қалыпты жағдай. Ал бірақ егерде сол мультфильм арқылы мен баламды үйретем десеңіз, оның қандай да бір пайызы бар, ол көмектеседі. Бірақ 100% емес. Тыңдауға көмектеседі, көмектеспейтін себебі бір ол жарда кері байланыс жоқ. Кері байланыс жоқ. Өйткені бала адам қалай үйренеді, сен бірдеңе айтасың, ол саған жауап береді ортада да, мысалға. Ал теледидар ол айтып жатырады, бала құрт тыңдайды. Ол жерде кері байланыс орнамайды. Баланың айтқанына теледидар жауап бермейді, бала теледидардың айтқанына жауап береді, теледидар естімейді оны да. Сондықтан оған қоса бұл жерде теледидардан мультфильм, кино көрген кезде бала көп нәрсені түсінбесе де, жаңағы кадр, төс, әртүрлі қосымша көмекші нәрсе арқылы не болып жатқанын түсіне алады. Жалпы мағынасы. Яғни мүлдем көмектеспейді демейміз, тек шектеу керек, Белгілі бір сөздерді көмектесу мүмкін, белгілі бір заттардың атауларын табу мүмкін, бірақ ол бала сол тілді содан меңгерді дегенге келмейді. Мысалға, менің кішкентай қызым, ол ағылшын Америкада туылған болмаса, ол Америкада мүлдем онша тек кішкене ғана 1,5 жасқа дейін ғана өсті да, онша тыңдаған жоқ, ол жақта ортада болған жоқ та. А мұнда келгенде оның ағылшынға ебі өте жақсы. Себебі ағаларының сөйлескенін естиді, теледидардан да ағылшынша қарайды, бар. Ол түстерді бірден ағылшынша айта бастады. Бірақ сөйлегенде аналар сияқты не сөйлемейді, себебі ол ортада болған жоқ. Бірақ түстерді айтып береді. Тек қандай байланысқа барғанда еркін сөйлесе алмайды. Айсәуле апа, тіл деген бір тірі ағза деп айтамыз. Ол қанша тілді білсең де, егер оны қолданыс болмаса, ол ұмытылып кетеді. Жалпы мидың өзінің сондай қасиеті бар да, ол егер қолданылмаған ақпаратты өшіріп тастайды, жаңа ақпарат игеруге дайын болады деген сияқты. Сіздер мысалға жаңа тілдік ортадан келдіңіздер, Америкадан, қазір елдесіздер, балалардың ағылшын тілін ұмытпау үшін қандай да бір әрекет жасап жатырсыздар ма? Мысалы, үйде ағылшынша сөйлесесіздер ме әлде қалай? Жоқ, біз қазір өзіміз сөйлеспейміз, бірақ біз келген кезде сондай болды, ұмытпау үшін олар тек қана ұмытпау үшін да емес, бірінші, екіншіден оларға түсінікті болды, материал көп болды, тек қана ағылшынша көре бастады теледидардан. Олар ақпаратты солай қарады. Біз басында ойладық, жеткілікті міне ақпарат, айтқандай теледидар тіл үйрене береді. Ол тек қана ағылшынша көрсе, мына жақтан қазақша үйрене берсе, орысша үйрене берсе деген сияқты болды бізде де ой. Бірақ жоқ, байқадық, ол кезде уже ағылшынша сөйлесуі бәсеңдеп баратыр да. Ал деген тіл деген сенің сөйлей де алуың, түсіне де алуыңның бәрі кіреді, ол комплексный ұғым ғой тіл деген. Кіргенде бәсеңдеп баратыр, байқадық. Содан кейін біз бір жақсы мұғалім тауып, және де Англиядан оқып келген бір отбасыны тауып, сол отбасының балаларымен біріктіріп, сол мұғалімге береміз. Жаңа спикингнан ағылшын, сол Американың бір азаматы осында тұратын, сол азаматы спикингді дайындайды. Ал грамматикасын не жағын жаңағы қазақ мұғалім, бірақ та шетелде оқып келген сол мұғалім жаңағы балдармен қосып қойдық біз. Сол балдармен бірігіп, ата-анасымен бірге барады сондай. А қазір деңгей өскені байқалды. Алдында мүлдем өспей төмендеп барады. Тек қана теледидар көру арқылы құр білмеймін ол ақпаратты білген ұстап тұрды, бірақ сөйлесе алмайтын деңгейге, сөз есіне түсіре алмайтын деңгейге. Балаға жаңағы нені тілді үйреткен кезде ата-аналар жаңағы айтады, мен оны курсқа беріп жүрмін. Қаншама ақша кетіп жатыр оған. Бірақ ата-ана оны көрмейді өзі. Нәтижені көрмейді бір, екіншіден ата-ана баланы көрмейді. Бала сосын өзі түсінбейді бірінші. Мен не үшін бар жүрмін ол жерге? Мамам айтты біріншісінде, ағылшын күшті, сен крутой боласың, ананы білесің, сен басқаларға қарағанда жақсы боласың деді. Бірақ ол шынымен солай ма әлде жоқ па? Сондықтан деген ол жерде ең бірінші, егер де сіз өзіңіздің отбасыңызға екінші, үшінші тілді кіргізуді ойладыңыз ба, мақсат құрдыңыз ба, бірденен жаңағы басымдылықты қарап алу керек. Содан кейін жүйе болу керек. Міндетті түрде әрбір ата-ана жүйе, қатып қалған жүйеден шықпаса, жүйелілік, последовательность, егер ол болмаса, сіздің курсқа жіберген, не болмаса жаңағы сол ұлт өкілінің балаңызбен өткізетін уақытына жіберетін ақшаңыздың барлығы желге ұшты деген сөз. Сіз бүгін айтасыз, бүгін келеді, дүйсенбі сенде ағылшын. Сосын келесі дүйсенбіде сізге қонаққа бару керек. Біз қазақпыз ғой, ойбай біз бүгін қонақ шақырамыз. Бүгін келмей қойыңыз. Міне, жүйелілік құрған кезде қажеттілік те төмендей бастайды, және баланың тәртіпке бағынуы да кете бастайды, азая бастайды. Міне сондықтан мынау
2-3 тілді болған кезде ол өте жақсы, мүмкіндік өте жақсы. Бірақ балаға соның неге ол жақсы екенін дұрыстап түсіндіру керек та. Ол тек жақсы жұмыс, жақсы ақша табу деген емес. Басқа не болуы мүмкін мысалға. Сен енді қараңыз, міне, сіз басқа бір тілді үйрену үшін ең бірінші сол тілдің мәдениетін қарап алыңыз. Өзіңіз ата-ана ретінде. Мысалға мен Англияда 1 жыл оқыған кезде маған осындай ұсыныс айтты: орыс тілін беріңіз деді. Мен айттым, бермеймін. Қазақ тілін бер десеңіз берейін, орыс тілін бермеймін. Неге? Бергім келмейді орыс тілін. Яғни үйретіңіз. Иә, үйретіңіз деді. Мен айттым, жоқ, үйреткім келмейді. Бұл жерде мен орыс ұлтын жек көрмеймін, тілін де жек көрмеймін. Бірақ маған маңызды менің тілім. Көрдіңіз ба? Ал орыс, біздің Қазақ Республикасы, Қазақстан, олар тегін келген дүниені дұрыс қолдану керек та. Біз орыс тілін ақша төлеп үйренген жоқпыз. Біз оған төлеп жатқан жоқпыз. Біз туа бітті. Получается, кәдімгідей туа бітті. Біз 2 тілді ұлтпыз. Солай болу керек сияқты. Иә, бірақ қазір бізде қазақ тілінің мына қоғамдағы кемшін қалып жатқаны да, кейбір отбасылар айтады, қазақ тілі емес, ағылшынды үйренсін бірінші. Сосын түйіндеме қараған кезде қазақ тілі менің родной язык деп жазып қояды, бірақ оны сөйлемейді ол. Міне көрдіңіз ба? Сондықтан осындай тілге сіз келетін кезде ең бірінші ата-ана ретінде мәдениетін қарап алыңыз, ол ұлттың қандай. Сосын сіз балаңызға ол тіл туралы емес, бірінші сол ұлт туралы ақпарат беріңіз. Қызық қой. Ағылшын тілі деген өте қызық. Оның ұлты Америка жақта қандай өзгешеліктер. Сосын мына жақта Англия жақта қандай, Европада. Немесе испандықтар. Олар не істейді? Міне соның барлығы. Ең маңыздысы бұл ата-ана үшін сіз балаңызды тіл үйреттіңіз ба? 100% ол керемет үйреніп шығады деген оған планка қоймаңыз. Қоймаңыз. Бала егерде сізге мысалға 2-3 тілді білді балаңыз, меңгерді. Сізге келіп сөйлеген кезде қазақша, орысша, ағылшынша бір сөйлемнің ішінде бүкіл 3 тілдің сөзі жүр. Сіз байбаламсамаңыз. Ол баланың психологиясындағы қалыпты процесс. Ол тілі шұбарланып кетті. Ойбай, таста болды. Жоқ, жоқ, қорықпаңыз. Бала ол алып шығады. 3 тіл үйренді ма? 3 тілді 3 бұтақ қылып ол өсіріп өзі алып шығады. Тек кедергі келтірмеу керек. Мысалы қараңызшы, мен ана ретінде бір сұрағым бар да, осы тұста жаңа тіл шұбарлануға. Өсіп келе жатқан ұл қыз бар, иә. Екеуі енді қазір көшеге шығып, бір жақ сән, бір жақ қажеттілік деген әйтеуір орысша сөйлейді ғой. Соны үйге келіп, бұрынғыдай 100% қазақша емес, шұбарлап сөйлей бастады. Орыстың сөздерін көп қолдана бастады. Сол кезде мен айтам, мен сенің орысша сөйлеуіңе қарсы емеспін, бірақ сен егер орысша сөйлегің келсе, таза 100% орысша сөйле. Мен оған кедергі жасамаймын. Ал бірақ қазақша, орысша шұбарлап сөйлеме. Я қазақша сөйле, я орысша сөйле деген мысалы талап қоям. А бұл енді қаншалықты дұрыс ғылыми тұрғыда? Ғылыми тұрғыда болғанда, мысалға міне, үйде, мысалға мен балаларға айтам, маған тек қана қазақша сөйлейсің. Орысшаны сен алып жүрсің, мен оны түсінем, сен оқып жатырсың, ағылшын тілде дәл сондай. Мен ол 2 тілде түсінем, бірақ келісейік. Келісім ол баламен жұмыс істейтін нәрсе. Сен менімен тек қазақша сөйлесесің. Келістік? Болды. Ал егерде ол ағылшыны күшті болып, егерде араласып кетсе, 1-2 рет әрине оған аздап қана жасауға болады. Жаңа ескертуге. Біз келістік қой. Болды. Сонда бала сіздің ереже, өзіңіз қойған ереже талапты, өзіңіздің ұстанғаныңызды ол байқау керек. Мысалға мен айтам оларға, маған орысша сөйлеме, маған ағылшынша сөйлеме. Сосын маған келетін адам орысша сөйлеп, мен оған орысша сөйлеп қойсам, олар мені ұстап алады. Орысша сөйлесе де сіз қазақша жауап беруіңіз керек. Сіз маған орысша сөйлеме деп айттыңыз. Сіз неге Айгүлмен орысша сөйлесіп отырсыз? Ол да қазақ қой. Міне көрдіңіз ба? Сондықтан бұның барлығы қайтып айналып келгенде сол біздің өзіміздің ережеге келеді да, бізді жаңағы тұсап қояды аяғымызды. Бірақ сол кезде ата-аналар табанды болу керек. Ата-ананың бұл жерде мақсаты айқын. Сіз қайда бара жатырсыз? Билингвал қылғыңыз келді ма? Алдыңызға мақсат қойдыңыз ба? Тура жолмен жүріңіз, бұрылмаңыз ешқайда. Сондықтан жаңағы шұбарлау дегеніңіз, міне, егерде ол сіз балаларыңызға айтсаңыз, мысалға мен де айтам балаларға, үйде таза ұстанайық тілді, ал сен көшеде орысша сөйлей аласың, ағылшынша сөйлей аласың, сонымен тоқтаймыз бірақ сол жерде. Содан кейін орыс тілін мысалға олар әрі қарай алып жетілдіріп кету үшін біз екеуміз отырып орыс тілі сағаты болады.
ағылшын тілі сағаты. Егер де сіздің отбасыңыз екі тілді отбасы емес, сіз қазақсыз, бірақ сіз үйреткіңіз келеді, жаңағы сауатты орыс тілі, сауатты ағылшын тілі. Ендеше бұл ата-анаға балаға бөлінетін уақытын бөліп қою керек. Соны талап етеді. Сіз мысалға міне 1 сағат қойып қоясыз да, отырып ана Басниді оқисыз ба, Крыловты оқисыз ба, Пушкинді оқисыз ба, сізге де рұқсат, оған да рұқсат орысша сөйлеуге. Бірақ кәдімгідей таймер қойып қою керек. Ол ережесіз жұмыс істемейді. Өкінішке орай. Бүгінгі енді еліміздегі өте бір өзекті мәселелердің бірі деуге болады. Осы бірнеше жыл болды бізде 3 тілді білім беру системасы еніп жатыр, иә. Бәлкім орыс тілі жаңа сіз айтқандай бізге соншалық жақын болмағанда, ол 3 тілді деп аталмай, 2 тілді деп аталар еді. Енді осыған көптеген бір қоғам қайраткерлері, ел белсенділері, жаңа ұлтжанды азаматтарымыз қарсы шығып жатыр, иә. Өйткені бала бұғанасы қатайғанша, есін жиғанша тек қана ана тілінде оқып үйрену керек, сауатын ашу керек. Содан кейін ортаңғы сыныптардан ары қарай үйретсе болады дейді. Бұрынғы жүйе бойынша 6-7 сыныптан бастап. Ал дегенмен қазіргі жүйе сол айналып келгенде батыс педагогикасына сүйенеді, басқа да бір әйтеуір ғылыми зерттеулерге сүйеніп, балабақшадан бастауды дұрыс көріп отыр ғой. Осыған сіздердің пікірлеріңіз қандай? Бұл жерде ол отбасына байланысты. Неге біздің үкімет басындағылар оған қарсы болып отыр? Өйткені отбасы таза қазақ болып отқан жоқ қой. Өйткені олар қазір баласының мүдделі болып тұр, баласының қазақша сөйлегеніне. Егер де мысалға менің балам 100% қазақша сөйлеп тұр. Мен қарсы емеспін, ол бала испан тілін үйрене ма, 3 жас жаңағы балабақшадан, неміс тілін үйрене ма, қытайды үйреніп кете ма, мен қарсы емеспін. Өйткені ол оны үйренеді балабақшада. Үйге келеді, менімен қазақша сөйлейді. Мен мысалға сосын тағы да бізде мысалға мынандай бір кішкене даңғазалық бар ғой. Менің балам қос тілді, 3 тілді алып жүр, үйреніп жүр. Ол балаға кішкене болсын жаңағы комплекс береді. Бала оған ашылып, мен сондай керемет болып жатырмын демес, ол керісінше тұйық болып қалуы мүмкін. Әрі қарай оны үйренгісі келмейді. Сондықтан да егер де міне Айсәуле ханымның да отбасы таза қазақ отбасы. Неге бұл кісінің балалар корей тілін үйренбеске? 3 жастан 4 жастан бастап. Неге ол моңғол тілін үйренбейді, басқа тіл? Егер де отбасы таза бір тілді сөйлесе, ол ешқандай қиындық тудырмайды. Ал біздегі үкімет, біздегі мынау өкінішке орай қазіргі отбасылардың жағдайы, ата-анасы таза қазақша сөйлейді, баласыменен сөйлесе алмайды. Неге? Өзі кінәлі. Баланы сүйреп алып барды да орыс мектебінде білім керемет еді, орыс мектепке салып жіберді. Ал сосын орыс мектебінің тапсырмасын өзі көмектесе алмайды. Сосын не істейді? Отбасының бюджетінен алады да, барып оны жаңағы мектептен кейін қосымшаға барып қояды. А репетитордың шаруасы не? Сөйлемді жазады, түсіндіреді, болды. Ал бала одан орыс тілін үйреніп жатқан жоқ. И содан кейін бұл мынау билингвизм деген тағы да балаға сіз тіпті қаламасаңыз да, ол балаға сырттан келетін құбылыс екен. Неге? Өйткені мына билингвизм деген қажеттілік балаға туындайды оның ортасынан. Оның араласатын достары қай тілде сөйлейді, сол басымдылық танытып алып кетеді екен. Ал бірақ үйдегі тіл ол үй тілі болып қалу керек. Ал бала түсіну керек нақты шекараны. Мынау менің үйім, мен өзімнің отбасыммен араласам. Мынау менің достарым, мен бұл жерде осылай сөйлесе аламын. Міне, осы нәрселер анық болған кезде, сіз балаңызды 2 тілді қыласыз ба, 3 тіл, оның ешқандай қиындығы жоқ. Мынау жапондықтарды айтады ғой, олардың білім беру жүйесін енді барлық айтады, ең кереметі деп. Олар мысалға 5 жасқа дейін ештеңке жасамайды. Жапон тілі. Тек қана жапон тілі, жапон мәдениеті, тарихы, барлығы соны үйренеді. Ал 4-ші сыныпқа дейін, мысалға біздің жүйедегі ол бастауыш сынып, оған дейін олар ешқандай тест тапсырмайды, ешқандай емтихан олардан алмайды. Ол уақытта ол не істейді? Ол уақытта ол жапонның каллиграфиясын үйренеді екен. Сол каллиграфияның суретін салу арқылы ол өзінің мәдениетін, өзінің тарихын біліп өседі екен да. Ал 4 жастан кейін олардың мектептегі уақыты 8 сағат екен, ал 8 сағаттан кейін олардың түнгі сағат 9-10-ға дейін қосымша сабақтары. Міне, ол 4-ші сыныпта ол 10 жас па? Бітті. 10 жастан бастап сен балалықпен қош айтсасың да, әрі қарай тіл меңгересің ба, басқаны меңгересің ба? Міне басталады жұмыс. Сіз енді сол жүйені қолдап отырсыз. Мен дәл оны қолдаймын деп айтпаймын, бірақ олардағы ерекшелік сол екен.
әрине басқа елдердің тәжірибесі өте маңызды. Мынау дұрыс, мынау дұрыс деп ол мен дұрыс деп айтпаймын. Өйткені сол жапондықтар айтады. Бізде дейді ағылшын тілі өте танымал, сұранысқа ие. Біз бәріміз үйренеміз. Бірақ біз сөйлесек соншама грамматикалық қате кетеді, ауызекі сөйлеу дейді соншама қате кетеді. Неге? Ол бізде де дәл сондай. Сіз өзіңізде мүмкін үйреніп байқаған шығарсыз. Менің өзімнің жеке басымның тәжірибемде мен 4 жыл Казгуде оқығанда бакалавр ағылшын, магистратура тағы да ағылшын, иә? Ол бәрі бітті, ағылшын кетті. Мен ештеңе үйренген жоқпын. Мен сөйлесе алмаймын әлі. Содан кейін 1,5 жыл мен интенсив жеке сабақ алдым, топпен де алдым. Нәтиже жоқ. Неге жоқ? Тілдік орта жоқ. Содан мен 1,5 жыл интенсивпенен оқып келемін да, 1 жылға мен Англияға кетем. Барған кезде мен 2 ай қиналдым. Менің мына жақтағы үйренгенім бір басқа, мына жақтағы ағылшын бір басқа. Жаңағы теледидардың, әртүрлі гаджеттен сізге тілге үйренуге арналған құралдардың кемшілігі осында. Сіз оны үйренесіз, оны практикаға қолданысқа шығармайсыз, ал нақты тілдік ортаға келген кезде сіз өзіңізді жоғалтасыз. Мынау менен не сұрап тұр? Ойбай, мынау аты қандай? Көрдіңіз ба? Мысалға, сондықтан да бұл тілді үйренген кезде, шетелге шыға алмайтын, мысалға, шығуға жағдай жоқ болған кезде, сол отбасылар өздері бір қуана-қуана тілді үйренгендері жақсы ма деп ойлаймын да. Сонда олар деген сол тілді үйрену арқылы сол елдің мәдениетін, тарихын оқи алады, біле алады. Содан кейін, егер де сіз тіпті шетелге шығамайым дедіңіз ба, жаңағы, онда Айсұлу ханым айтпақшы, кино көрген пайдалы. Неге? Өйткені кинода әдеби тілде сөйлемейді. Ол жерде нақты кәдімгі көшенің ауызекі сөйлеу тілін сіз естисіз. Міне сол кезде ол сізге, сол кезде ол сіздің құлағыңызға сіңеді де, сіз жаңағы тілдік ортаға бір күні түсе қалған уақытта сіз түсінесіз. Бұл жерде тіл туралы біз өте көп айта аламыз, бұл бітпейтін мәселе ғой, сағаттап сөйлей беруге болады, бірақ Айсәуле ханымның позициясын білгенге отыр. Жаңа тілге қатысты ма? Енді бұл жерде ерте үйренуге қатысты ғой, біздің жаңағы үш тілдік біз қайтып келейікші, егер жалпы біз негізгі мәселе отбасында ата-аналарға қандай кеңес бере аламыз, сол ғой. Өйткені біз бүкіл қоғамда болып жатқан үлкен мәселелерді шеше алмаймыз. Біз кішкене мәселеге қайтып келсек, 7 жасқа дейінгі баланы тілге қалай қызықтыруға болады, жас ата-аналарға қандай кеңес бере аламыз, және өз тәжірибелеріңізден мысалы не айта аласыздар, соған қайтып келсек, өйткені біз шын мәнінде үлкен мәселелерді шешу маңызды емес. Ерте жастан, балабақшадан бастап үйрету керек пе? Бізде қазір ең ондай қызып тұрған тақырып осы да Қазақстанда. Біз осы жақында 1-2 ай бұрын ол солай болған. Мысалы қыздарымызға ағылшын мұғалім келіп ағылшын үйретіп кетеді, орысша үйретіп кетеді, орысша жақсы сөйлеп бастады да қызымыз. Үйде мүлдем орысша сөйлеспейді, ешкім орысша көрмейді да біздің үйде. Ол қайдан үйреніп жатыр десек, сол садикте мұғалім келіп үйретеді. Қазір оны алып тастады дейді қызым. Ондай мұғалім жоқ дейді. Осы жақын арадан бастап ол жүйе тоқтатылған болу керек. Енді мен міне бұл жерде мысалға кейбір нәрселерде бұндай тіл мәселесінде неде нәтиже кеш беріледі да, нәтиже кеш шығады. Сол уақытта шықпағанда мен қазір жоқ балабақшадан 0 жастан бастап тілді үйрету деген дұрыс деп те айта алмаймын. Ал үйретпеу де дұрыс деп, себебі күнде өзгеріп жатыр. Әр жаңа ғасырдың баласы әртүрлі дамып жатыр да. Біз басқа ғасырдың баласы, сіздің ортаңыз басқа ғасыр. Уже менің ортамның балалары, менің балаларым басқа ғасырдың, басқа әлем дейді ғой жаңа. X ұрпақтары деген сияқты, Z ұрпақтары келіп жатыр. Сондықтан да бұл жерде бір не жоқ, бірақ жаңағы апайымыз дұрыс айтып жатыр, себебі айтады, отбасылар өзіне сенімсіз болса, ол міндетті түрде баланың тілі шұбарланады дейді да. Себебі сен үйде қазақша сөйлеп, жаңағы шынымен енді көп отбасы былай ғой, ол жұмыс істейді, балаңыз мектеп, садик, балабақшаға апарып тастайды, балабақшада 3 тіл бәрін араластырып үйрене береді, жұмыс істейді, жұмыстан кейін де уақыт жоқ, олар кеш келеді, алып келеді де басқа тамақ істейді, бірдеңе баласымен сөйлесе ұйықтап қалады деген сияқты. Ондай жағдайда ол баланың аралас болады, себебі бала үйінде не маңызды екенін сезіне алмайды. Біз қазір енді біздің қазір қоғамда қарбалас өмір бізде де басталды да. Бізде 2-3 жерде жұмыс істейтін отбасылар бар. Жаңағыдай кешкісінде үлгермейтін, кеш қайтатын отбасылар бар. Сондықтан да мүмкін қазір бізге кішкене Жапонияның несі келуі мүмкін уақытша.
жаңа ерте, кішкене мүмкін тек ең болмаса балабақшада тек қана қазақша деген. Сонарға себебі балабақшада мен байқап жатырмын, ата-аналармен енді общий чатта отырамын ғой, мен өзімнің қызым ана үйде ағалар ағылшынша сөйлеп оған қиындық туындырып жатқан жоқ. Бірақ ата-аналар бізге ағылшынша тақпақ бермесінші, айта алмайдық, өзіміз де қиналып кеттік. Егер ол отбасыға қиындық тудыратын болса, керегі жоқ, қиындық туатын нәрсені мүлдем қиындықтан. Дегенмен бұл жерде отбасы ана тілін, мысалы қазақ тілі болуы мүмкін, ана тілін бірінші үйрену деген ол басымдылық, ешкім оған қарсы шықпайды. Қарсы шықпайды, бірақ отбасылар олай емес қой тәжірибеде. Қазір көп отбасында қазақша жоқ. Сонда егер де сіз жаңағы балаға өзіңіз балаңызды қолдан екі тілді, үш тілді жасағыңыз келсе, ата-ана ең бірінші, ата-ана екеуі отырып жауапты адам ретінде келісім жасау керек, ереже болу керек және мақсаттары айқын болу керек. Екіншіден, егер де бір тілді бала алып кете алмады ма, бірден беріле салмау керек. Жақсы, егер мүмкін ол тіл оған бір қандай да бір себеппен ол тілді үйренген, оған ұнамайтын шығар. Сондықтан бала ол қай жасқа дейін барса да сол тілді үйреніп алып кете алады. Бірақ жаңағы біздің мына ортада тілді үйреніп жатқан кезде буллинг, қазіргі мынау күлу, әжуалау, мазақтау, анау орысша білмейді, анау бірден, соны қолға алу керек та. Ол ұстаздар, ол уже былай сыртта. Қайдан пайда болады? Себебі бізде барлық нәрсені әдемілікке қатты мән беріледі. Барлық нәрсе әдемі болу. Перфекционист болудың қажеті жоқ та. Орысша сөйлесе де әдемі сөйлеу керек, қазақша сөйлесе де әдемі. Мысалы қазақ тілді, мен қазір бұрын менде де болған, мен енді қазақ тілі әдебиет классынан сөйтіп өстім да, содан кейін менде болған бабені қосып жазады, шылау мен жалғауды айыра алмайды деп кәдімгідей мен адамдарды сөйтіп бөлетінмін. Қазір мен күлемін да, әріптестер маған неге сен өзгеріп кеттің? Мен айтамын, қосып жазуға мен рұқсат беремін барлық адамға. Қосып жазсын. Себебі әр адамның өз деңгейі әртүрлі. Бүкіл адам грамматикадан сауатты болуға міндетті емес. Бүкіл нәрсе әдемі болуға міндетті. Бірақ біздің садиктерде де барлық жерде бар ғой әдемілік. Сен билесең, бәріне қызыл юбка кигізіп, бәрі әдемі болып шығу керек. Ол мысалға Америка жүйесінен маған ұнаған нәрсе сол. Ол жақта жаңағы бір қойылым болады деді, бәріміз барып отырмыз, ойбай керемет қойылым, алдын ала сұраныңдар деп хаттар жіберген. 5 минуттан кейін бітті. Үш шошқа ма не? Үш торай деген қойылым, мен баламын торай болмай, мен болмай қойыпты. Сөйтсек барсақ, біреу етікпен, біреу угеймен, ана сөзін ұмытып, жаңағы баяғы заманы микрофон созылып, бәрі босып жүр, мынау не бардақ деп ойлап отырмын да, мынау не масқара, біз шақырып, ең құрғанда бір торайларында әдемілеп киіндіріп қоймай ма деп ше, не болса сол киіп. Себебі оларда перфекционизм жоқ. Олар сол моментте балаларға қызық жерлерін өздері көріп, өздері қателесіп, өзімен өз болып жатыр әйтеуір. Біз де қайттық, бірақ біз бүгінде қойылым, бізде балабақшаның қойылымның өзі мысалға партия болсын, мемлекеттік қойылымдармен тең. Сахнасына шығарып жіберетіндей. Сондай тең, бәрі бірдей синхронды бүйту керек, сен өйтпесең күнде дайындалады, айқай, айтуың керек, бірдей айқайлауың керек, сондай. Ал сондай жерде әрине бала тілді де сондай деңгейде не қылады, ұялады. Себебі бүкіл нәрседе әдемілік бар, ол бүкіл нәрседе бар. Бұл пайдасынан гөрі зиянын тигізеді әрине. Бұл жерде енді сөзіміздің соңында мынандай бір нәрсені айтайыншы сіздерге. Жалпы әр бала лингвистердің тілдік дағдылар адамға туа беріледі дейді. Және барлық адамға тән екен. Бала дүниеге келмей жатып, оның миында бүкіл тілдерге тән негізгі грамматикалық ережелер қалыптасады екен. Бала дүниеге келді, қай тілдік ортаға түсті, сол тілді ары қарай алып кетеді екен де, қалғандары жайлап өшіп қалады екен. Сондықтан өте маңызды баланы ана тіліне, туған тілге үйрету, және осымен бүгінгі хабарымызды аяқтайық осы. Жалпы жаңағы Айжан ханым, Айсәуле ханым, сіздердің пікірлеріңізден ұққаным және өзімде осы тақырыпта ізденген кезде келген ақиқатым, баланы қанша жастан шет тілге үйретсеңіз де, ең алдымен өзіңіздің мақсатыңыз айқын болу керек. Және кеш деп ойламаңыз. Қай жаста болса да. Және бала ерте жастан тіл үйрену жаңағы миына салмақ салады, болмаса қандай да бір қиындық тудырады деу мүлдем қате. Яғни сіз туа бітті оған екінші тілді үйретесіз бе, жоқ 3 жастан бастайсыз ба? Ол тек қана сіздің шешіміңіз, бірақ оның еш психикасына да болмаса жаңағыдай миына ешқандай әсер етпейді. Сондықтан бұл жерде ең негізгі шешім жауапкершілік ата-анада болды. Сонымен бірге қабілеті бар жоқ деген нәрсені ешқашан айтпау керек. Баланың барлығының қабілеті бар. Тек еңбекқорлық қана. Және ең маңызды нәрсе, ол 2, 3, 10 тілді полиглот қыласыз ба? Ең бірінші өзінің ана тілін білуі керек. Ең бірінші. Соны ұмытып кетпеу керек, без фанатизма ата-ана.
жаңағы жақсы. өзі қызып кетіп баланың өзінің негізгі тілі қалып қоймау керек та. Өзін жоғалтып алмау Иә. Ондай керек жағдай көп дегенмен, қой бізде мысалы көп өте жақсы. жазушылардың Сонымен балаларын ата-ана сағаты видео подкастымызды аяқтаймыз. Келгендеріңізге көп рахмет. Әңгіме өте қызық, Иә, күшті бүгін болды. бізге студиямызға келіп, уақыттарын бөліп жақсы пікірталас құрған қонақтарымызға тағалыс білгім келеді. Филология ғылымдарының кандидаты, халықаралық хелибери мектебінің ұстазы Айжан ханым Бозбаева және продюсер болашақ бағдарламасының түлегі ақшта оқып келген әріптесіміз Айсәуле Әбілдаева. Көп рахмет сіздерге. Ата-ана сағаты подкасты осымен аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Келесі бағдарламада кездескенше. Жақсылықта жүздесейік.